Қалайық біз екі оттың ортасында тұрмыз. Bir жағынан бай, екінші жағынан патша. Аңыршағымыз айланғанша бай патшаны мойнымызға мінгізіп, ит өлімінде өлеміз бе, жақ бас көтереміз бе? Еркіндік деген ел азаматтары еріңдер менің соңымнан. Жойысы қанішер патша, атта! Ел есінде кесек тұлғасы мен жалынды сөздерімен жатталып қалған қазақ халқының батырларының бірі Амангелді Үдербайұлы Имановтың туғанына биыл 150 жыл толып отыр. Ерсіз бізге күн жоқ. Естеріңде болсын. Жерге ие бола біліңдер. Өйткені ол өз жерің, ел дуаған ешкімнің де таласы жоқ. Қайтыңдар, тек мұтпаңдар, жаумыз әлі, көп. Ел шетіне жау келді деп ұран салсам, жабыла атқа қоныңдар. Сарбаздар! Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін ұйымдастырушылардың бірі Кенесары Қасымовтың үзеңгілес серігі Иман Батыр Дулатұлының немересі Торғай уезіне қарасты Қайдауыл болысында дүниеге келген. Әкесі шаруа баққан момын кісі болған. Шешесі Қалампыр Қақу қызы медресе бітірген. Амангелді әуелі ауыл молдасынан 2 жыл оқып, кейін Тасыбай Тішмағамбет Ишандардың медресесіне түскен. Әкесінен 7 жасында жетім қалып, жоқшылық тауқыметін тартқан. Ел ішіндегі дау шараларға ерте араласқан. Сол себепті Ресей империясының жергілікті билеушілерінің қудалауына ұшырап, 1896-1911 жылдар арасында бірнеше рет түрмеге отырғызылды. 2-3 ай ішінде елеулі күшке айналған көтерілісшілер Қоғалыкөлде бас қосып, Әбдіғапар Жамбосыновты хан, Амангелдіні көтеріліс қолбасшысы етіп сайлайды. Әбдіғапар мен Амангелдінің ұйымдастырушылық іскерлігінің нәтижесінде көтеріліс саяси сипат алады. Әскери ұйымдық жағынан нығайып, оған қатысушы сарбаздар қатары 50 000 адамға жетеді. Амангелді Торғай қаласын 27 күн бойы қоршауға алған. Ол көтерілісшілердің шошқалы күйік қопаларындағы шайқастарына, подполковник Тургеневтің жарақты үлкен жасағына қарсы 1917 жылғы 21-23 ақпандағы Құмкешу, Доғал, Үрпектегі соңғы айқастарына тікелей басшылық жасайды. Жазалаушылар Торғайдағы ұлт-азаттық көтерілісін тұншықтыра алмады. Көтеріліс Ресейдегі ақпан төңкерісіне жалғасты. Амангелді 1918 жылы 21 наурыз 2 сәуір аралығында Орынборда өткен Торғай кеңестерінің тұңғыш съезіне қатысады. Торғай уезі әскери комиссары болып тағайындалады. 1919 жылы 20 сәуірде Торғайда кеңес өкіметі құлатылып, Амангелді тұтқынға алынады. Батыр қазақ азаматтарын бір-біріне қарсы қойған аласапыран уақыттың алма-ғайып саясатының құрбаны болды. Мәйіті 1 жылдан кейін әуелі Алакөлге, кейін 1940 жылы аудан орталығына әкелініп жерленеді. Қабірінің басына ескерткіш орнатылған. Амангелдіден Рамазан, Шәріп есімді 2 бала қалады. Амангелдінің ерлікке толы ғұмыры ақын жазушылардың, суретшілер мен композиторлардың шығармаларына арқау болған. Қазақстанның көптеген ауылдары, мектептері, көшелері, Қостанай облысының бір ауданы Амангелді есімімен аталады. Сондай-ақ Амангелді Имановтың тұтынған бұйымдары мен ол туралы құжаттар жинақталған ғылыми ағарту мекемесі Амангелді мұражайы жұмыс істейді. 1969 жылы Қостанай облысы Амангелді ауданы Амангелді ауылында ашылған. 1979 жылы мұражайдың жаңа ғимараты пайдалануға берілді. Онда 5 көрме залы, қор қоймасы, кино залы бар. Мұражай қорында Амангелді мен оның үзеңгілес серіктестеріне қатысты 2000-нан астам материалдық деректер, құжаттар жинақталған. Сондай-ақ мұражайда ауданның экономикалық мәдени даму жолын көрсететін, аудан топырағынан шыққан еңбек және соғыс ардагерлерінің, көрнекті мәдениет қайраткерлерінің өмірімен және еңбектерімен таныстыратын жәдігерлер бар.
1964 жылы Имановтың туған ауылы Үрпекте жергілікті ұстаз Мұхамеджановтың ұйымдастыруымен ашылған шағын мұражай Амангелді мұражайының бөлімшесіне айналды. Көтерілісшілердің алғаш бас қосып Амангелді қолбасшы Әбдіғапар хан сайланған Мұхамеджанның қызыл үйі мүсінші Наурызбаев жаңа тарих туса да, сол тарихта жасаған тұлғалардың есімдері Амангелді асқақтап. ескерткіші 1947 жылы Алматы қаласында ашылған. Алматыдағы алғашқы монументтік ескерткіштердің бірі. Ескерткіш тұғыры сұр граниттен қаланып, оның сыртына бұдырлы өрнек түсірілген. Ал Амангелді Имановтың салт атты тұлғасы қоладан құйылған. Жалпы биіктігі 6 метр. Мүсіннің сымбаты мен композициялық сәтті шешімі Амангелді ескерткішінің басты жетістігі болып табылады. Ел үшін жан беріп, жан алысқан ардагер Амангелді, ердің ері деген шынайы бағасын алған батырдың есімі тарих парағында мәңгілікке таңбаланып қалады.